дейсіңдер ме? Қалай аталатын мұндай болса балалар? Зертханаға барайық, жарай ма? Зертханаға біз бірінші киімдерімізді киіп алайық, қауіпсіздік. Кет. Біздің алдымызда не бар? Су. Сабын. Ас содасы және де бояу. Ал енді балдар, алдымыздағы суды біз түсі жоқ, балдар, соған біз түс келтіреміз. Қараңдар балдар, мен өзім жасыл түс аламын, қолыма қылқалам аламын. Сөйтем де балдар, қараңдар, қылқаламмен мен суды не істеп жатырмын? Түсін келтіріп жатырмын, жасыл түсті келтіріп жатырмын. Балдар, қараңдаршы, жасыл түс келтіріп жатырмын. Ал Арай, сен қандай түс аласың? Қандай? Қызыл ала ғой жаным. Сен қандай түс аласың? Сары. Біздің суымыз түсі кірді, Арай, сенде қандай түс? Қызыл. Алинур, сенде ше? Сары. А менде қандай түс? Жасыл түс балдар. Енді осы түсті жақсылап араластырайық балдар. Біздің қасымызда және де қасық бар, балдар, Біз су сабынды аламыз балдар. Сөйтеміз да, біз су сабынды бір қасық құямыз. Оны біз араластырамыз. Араластырамыз. Не қылайын? Алау. Ал енді біз ас содасын қосамыз. Ас содасын біз бір қасыққа көптеу қосуға болады. Қараңдаршы, міне. Бұл ас содасы балалар. Енді қасықтарымызға қасықтарын дайындап тұрмын. Мен төкпешіне. Қазір. Ал балдар, енді осыны қосамыз балдар. Балдар, қараңдаршы, осы уже қосынды. Қозғаймыз балдар. Біздің жанартауымыз атқылап жатыр ма? Атқылап жатыр, балдар, Балдар, біздің жанартау үстіп атқылайды екен балалар. Біз сендерге зертханада зерттеуіміз ұнады ма? Қызықты болды ма? Келесі зертханаға кездескенше балалар, жарай ма? Сау болыңдар. Сау болыңдар.